Трейдинг парақшасының оқырмандары, қазір біз 60 сабақта қандай тақырып өткен туралы сөйлесетін боламыз. 60 сабаққа келетін болсақ, біз ол жерде индикаторлар туралы өттік. Ал енді индикаторлардың қандай түрлері бар екенін айтып өтемін. Кеттік. Осы трейдинг пайда болған кезде метод Вайкопа деген пайда болған. Сол метод Вайкопа арқылы осы индикаторлар шыға бастаған. Индикаторлар негізі бізге сауда жасауға өте қатты көмектеседі. Ол индикаторлар бағаның жоғары кетеді немесе төмен кететінін табуға болады индикаторларға қарап. Индикаторлардың негізі өте көп, түрі көп. Біз қазір бір соның 3-4 түріне тоқталып өтетін боламыз. Бірінші индикатор, ол индикатор дегенде структура бумаги. Структура бумаги деген сөзіміз, мысалы, графикте бағаны көріп тұратын болсақ, ол бірінші фазасы накопление. Накопление деген сөз, ол мысалы астыңғы жақтағы баға былайынан қимылдап тұрады. Екінші фаза уже фаза роста. Накоплениядан кейін обязательно рост болады. Росттан кейін фаза дистрибуция дейді. Үлкен максимальный ценада тұрып дистрибуция тұрады. Одан кейін ол фаза коррекцияға ауысатын болады. Коррекция деген сөз баға астыға түсетіні. Және де ол индикаторлардың сол бір түрі. Екінші түрі ол accumulation distribution деген индикатор бар. Ол индикаторды қолданып бізде сауданы жоғары кететін бағаны немесе астыға кететін туралы білсек болады. Және де индикатордың түрі moving average. Moving average переводы орысша средний скользящий дейді. Ол индикаторға да қарап біз сауда жасасақ болады. VWAP деген индикатор бар, және де ол индикаторға қарап тоже сауданы жасап жатқан кезде бағаның жоғары немесе төмен немесе разворотный болатын жерлерін тапсақ болады сол индикаторларға. Сол менімен болғандарыңыз үшін рахмет. 60 сабақтың тақырыптары осындай болды. Одан кейін бізге үй жұмысы берілді. Сау болыңыздар.